бізге үнемі қарлығаш ұя салатын. Анамның қарлығаштың ұясы жайлы айтқан әңгімесі әлі есімде. Құстардың бәрі самұрықтан ұя салуды үйренуге жиналыпты. Бірақ бәрі де соңына дейін үйренбей ұшып кетіпті. Тек қарлығаш қана самұрықты соңына дейін тыңдап, толық үйреніпті. Сол себепті қарлығаштың ұясы құс атаулының ішінде ең мықты және ең әдемі екен. Егер өз ісінің нағыз шебері болғың келсе, соңына дейін табандылық танытуың керек. Балам, жүре ғой. Бүгін бокс залына барамыз. Шынымен бе? Қандай керемет! Анаң екеуміз ақылдаса келе, солай шештік. Рахмет, әкешім! Біз сенен мықты спортшы шығатынына сенеміз. Ол менің ең басты арманым. Керемет! Осылай? Ассалаумағалейкум. Сіз осы үйірменің жаттықтырушысы боларсыз. Уағалейкум ассалам. Я солай. Менің ұлым Бекзатты үйірмеге қатыстырсам деп едім. Өзін қорғап үйренсін дейсіз бе? Жоқ. Менің баламнан мықты спорт шебері шығады. Дұрыс. Бастысы сенім. Өскенде алтын медаль алатын боксшы болғым келеді. Бекзаттың ынтасы жақсы сияқты. Мен бар күшімді сала жаттығатын болам. Алдымен сенің икеміңді байқап көру керек. Менің әрекетімді қайтала. Осылай жарайсың. Бұдан бұлай жаттығуда сәтсіздіктер көп болуы мүмкін. Тек табандылық көрсетсең ғана жеңіске жетесің. Түсіндім, ағай. Ақылды қолынан. Балам спортқа бір үлесін қосады деген сенімдемін. Сеніміңізді ақтаймыз. Алда алар асуларымыз көп. Онда Бекзатты өзіңізге тапсырдым. Жарайды, алаңдамаңыз. Қолымыздан келгенше үйретеміз. Бастысы өзінің шыдамдылығы. Дұрыс айтасыз. Бәрі өзіне байланысты. Бекзат, мұнда не істеп жүрсің? Марат, сен де осындасың ба? Мен баяғыдан боксқа қатысам. Өзіңше? Мен бокс үйренуге келдім. Сен бе? Бокстан басқа қатысатын жер жоқ па? Мысалы, би үйренсең қатып кетер еді? Жоқ, Марат. Мен әлі өз күшімді дәлелдеймін. Көрерміз. Бекзат, бергелі ғой. Әуелі саған бокстың қыр-сырын айтайын. Бокс жеңіл атлетика сияқты ең көне спорттың бірі. Қолғаппен және арнайы бас киіммен бокстасамыз. Бізге ең әуелі күш керек. Ал жеңістер жаттығу мен еңбектің арқасында келеді. Алдымен дене қыздырамыз. Бекзат, қайдан келесің? Залдан, мен арнайы тәлімгерден бокс үйрене бастадым. Бұл деген керемет қой. Менің де қатысқым келеді. Бірақ қолғабым жоқ. Жоғары сыныпта оқитын Айбекте артық қолғап бар еді, содан сұрап көрейік. Жарайды, ендеше кеттік. Егер мен қатысатын болсам, Маратты жеңіп, өткендегі есемізді қайтарам. Онда жақсылап машықтану керек. Бірақ басты мақсат ол емес. Менің үлкен арманым бар. Армансыз адам, қанатсыз құс дейтін анашым. Сен мықтысың. Байлау тұрған болар. Жүре берейік. Айбек үйлеуіне сияқты қаштық. Кеттік, қашайық. Қаштық. Айбай. Ұзап
кеттік. Енді жай жүрейік. Ай, аяғым ауырып тұр. Ештеңе етпейді, жігіт емессің бе? Қатты құладым ғой. Жүр, қайтайық. Иә, кеш болды. Мен қайтайын. Оның үстіне қолғап та таппадық. Бір мәнісі болар. Қайырлы түн. Сау бол. Мен бұл ақшаны өзіме бокс қолғабын алуға жинаған едім. Енді осы ақшамен Нұрғалиға бокс қолғабын сыйлап, оны қуантайын. Қайырлы күн. Бекзат, таң атпай не істеп жүрсің? Қара, таң атпай, сені қуантуға келдім. Мәссаған, қандай керемет. Оны қайдан алдың? Жүр кеттік, бокс залына барайық. Жолда түсіндіремін. Рахмет, Бекзат. Кеттік.